Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі біздің 7-ші класста өтетін сабағымыздың тақырыбы механикалық энергия, кинетикалық және потенциалдық энергиялар. Бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты энергия ұғымымен танысу, кинетикалық және потенциалдық энергия ұғымдарына анықтама беру және кинетикалық және потенциалдық энергияның формулаларын тағайындау. Сонымен балалар, біздер бүгін энергия деген ұғымға тоқталатын боламыз. Ол ұғымға тоқтамастан бұрын барымыз мына суретке көз жүгіртейікші. Өзіміз көріп тұрғандай, мына жерде біздерде құралды қозғалысқа келтіру үшін, кез келген көлікті қозғалысқа келтіру үшін біздер күнделікті өмірде энергия керек деп айтамыз. Ендеше осы энергия деген ұғым нені білдіреді? Ойланып көрейікші. Сонымен осы суреттердің барлығында да энергия керек деп айтатын болсақ, онда осы энергияны алған дене не істейді? Әрине ол өзінің орнынан қозғалады. Ендеше энергия деп отырғанымыз бұл да бір физикалық шама екен. Физикалық ұғым деп айта аламыз. Және біз көріп отырғанымыздай, егер энергия болмаса, онда біз ештеңе жасай алмайтындығымызды білеміз. Энергия бұл сонда дененің жұмыс жасай алуын қабілеті екен. Яғни дене жұмыс жасаса ғана біз ол денеде энергия бар деп айта аламыз. Енді мына тәжірибеге көз жүгіртейік. Өздеріңіз көріп тұрғандай, міне балалар, менің қолымда шарик және ағаш білеуше бар. Әрине олар орнынан қозғалмай тұрса, бұлар жұмыс жасаған жоқ деп айтамыз. Себебі дене жұмыс жасау үшін ол өзінің орнын өзгерту керек. Енді мына шарды қалай біз орнынан қозғалта аламыз? Ол үшін мына білеушені соған қарай қандай да бір жылдамдықпен итеріп қалсам, онда шарым қозғалысқа келеді. Міне жұмыс жасады деп айтамыз. Яғни біздер білеушені қозғалту арқылы, білеушеге жылдамдық беру арқылы оған жұмыс жасай алу қабілетін бердік. Яғни жұмыс жасауға мүмкіншілік бердік. Және сол жұмыстың арқасында мына шарымыз орнынан қозғалды. Енді бұл жұмыс көріп отырғанымыздай тыныштықта тұрған денеде жұмыс жасау қабілеті жоқ деп айта аламыз. Бірақ ол барлық жағдайда бірдей емес екен. Қазір осы жағдайда, яғни білеуше столдың үстінде жатырған кезде ол жұмыс жасаған жоқ. Енді бұл білеушені тағы да қалай жұмыс жасатуға болады? Білеушені қандай да бір биіктікке көтеріп алып кетіп, оны осы шардың үстіне тастайтын болсам, онда ол да шарды қозғалысқа келтіреді. Сонда біздер денеге жұмыс жасау қабілетін екі жағдайда беруімізге болады екен. Дененің өзінің тұрған бастапқы орнын өзгерту арқылы жұмыс жасауға қабілет жасап бере алады екенбіз, және денеге қандай да бір бастапқы жылдамдық беру арқылы оны жұмыс жасауға қабілетті ете аламыз. Яғни жұмыс жасауға қабілетті еттік деген сөз, ол біз ол денеге энергия бердік деген сөз. Ендеше сонымен энергия мен жұмыс бұл бір-бірімен тығыз байланысты ұғым екен. Сондықтан жұмыс секілді энергияның да өлшем бірлігі джоуль болып есептелінеді. Сонымен тағы да бір қайталап өтсек, энергия бұл жұмыс жасау қабілетін сипаттайтын физикалық шама және өлшем бірлігі джоуль болады екен. Энергияның бірнеше түрі бар. Әрине, өзіміз күнделікті өмірден көріп жүргендей, біздер машинаны жүргіземіз, үйімізде кез келген құралдарды іске қосамыз, немесе өзіміз бірдеңелерді қозғалысқа келтіреміз. Бұның барлығы энергия берілу болып есептелінеді. Енді энергияның пайда болуына байланысты бірнеше түрлері бар екен, соларға тоқталып өтсек, бұл энергияның түрлері: механикалық энергия, бүгін біздің қарастыратын энергиямыздың түрі, және алдағы оқуда білетін жарық энергиясы, жылулық энергия және электр энергиялары бар екен. Соның бірі бұл механикалық энергия. Механикалық энергия деп отырғанымыз бұл денелердің қозғалысынан пайда болатын, денелердің өзара әсерлесуінен пайда болатын энергия. Сондықтан механикалық энергия екіге бөлінеді: кинетикалық және потенциалдық. Кинетикалық энергия бұл дененің қозғалыс энергиясы деп аталады. Суретте көріп тұрғанымыздай, мынау велосипед теуіп келе жатқан баланың кинетикалық энергиясы бар деп айтуға болады. Потенциалдық энергия ол өзара әсерлесу энергиясы. Ол тек қана дене өзінің бастапқы орнын қандай да бір денемен салыстырғанда өзгерткен кезде
пайда болатын энергия екен. Енді кинетикалық энергияға тоқталатын болсақ, жаңа айтқанымыздай, денелердің қозғалуының салдарынан туындайтын энергия кинетикалық энергия деп аталады. Кинетикалық энергия, міне көріп тұрғаныңыздай, бірнеше мысалдары келтірілді. Кинетикалық энергия жалпы энергия E деген әріппен немесе W әріппен белгіленеді. Кинетикалық энергия дейтін болсақ, E кинетикалық мынандай түрде жазылады. Формуласы mv квадрат бөлінген 2. Кинетикалық энергияның формуласы mv квадрат бөлінген 2. Бұндағы m деп отырғанымыз дененің массасы, ал v деп отырғанымыз дененің жылдамдығы. Енді осы тәуелділіктің дұрыс емес екендігіне көз жеткізу үшін қарапайым мынадай тәжірибе жасап көрелік. Ал енді жаңағы формуламызды дәлелдеу үшін мынадай тәжірибемізді жасайық. Алдымызда білеуше және шар тұр. Қазір мен білеушеге бір жылдамдық беру арқылы мына шарды қозғалысқа келтіремін. Білеушеге бастапқыда мен азғантай жылдамдық берейін. Ол кезде шар менде аз қашықтыққа ғана қозғалады. Ал егерде осы білеушеге бірден үлкен жылдамдық беретін болсам, дене алыс қашықтыққа кеткендігін көріп тұрмыз. Бұдан қандай қорытындыға келеміз? Яғни бірінші жағдайда біз аз жылдамдық бергенде оның алыс қашықтыққа бармауы, яғни оның жұмыс істеу қабілеті аз, яғни кинетикалық энергиясы аз деген сөз. Аз жылдамдық болса, кинетикалық энергия да аз болады екен. Ал екінші жағдайда біз үлкен жылдамдық берген кезде оның алысқа кетуінің себебі, яғни бұл жерде бастапқы берілген жылдамдығымыздың үлкен болса, оның жұмыс істеу қабілеті жоғары, яғни кинетикалық энергиясы да жоғары болатындығын көрдік. Сонымен кинетикалық энергия жылдамдыққа тура пропорционал екендігіне осындай қарапайым тәжірибемен көз жеткізуге болады екен. Енді келесі, мына мысалы суреттен көріп тұрғанымыздай, кинетикалық энергиясы әртүрлі денелерді көруге болады. Өзімізге білетін, мысалға ұлудың жылдамдығы ең аз, сондықтан оның кинетикалық ең аз болатын болса, міне мына жерде мынау жарыс машинасы, мынау үлкен реактивті самолеттер. Бұлардың жылдамдықтары өте үлкен болғандықтан, бұлар үлкен кинетикалық энергияға ие болады. Ал енді келесі қарастыратын мәселеміз бұл бізде потенциалдық энергия. Потенциалдық энергия әртүрлі денелердің өзара орналасуы бойынша анықталады. Потенциалдық энергиясы бар денелерде мынау жоғарыда ұшып бара тұрған самолетті айтуға болады. Ұшып бара тұрған құсты, парашюттен секірген адамды мысал ретінде айтуға болады. Потенциалдық энергия E потенциалдық деп жазылады. Ол өзімізге таныс жұмыстың формуласымен, яғни F көбейтілген S, S-тің орнына бұл жағдайда қандай да бір биіктік болған соң біз H-ты аламыз. Нәтижесінде F-тің орнына mg-ді қоятын болса, бізде потенциалдық энергияның формуласы Gmh деген формула шығады. Бұндағы m деп отырғанымыз дененің массасы, g деп отырғанымыз өзімізге белгілі тұрақты шама және h дененің көтерілу биіктігі. Енді осы формуланың дұрыстығына көз жеткізу үшін мынадай қарапайым тәжірибе жасалық. Міне мына балалар көріп тұрғанымыздай бір көлбеу жазықтық. Осы көлбеу жазықтың бойымен қазір мен мына таяқшаны бастапқы жылдамдықсыз еркін жіберемін. Сол кезде ол мына шарды қандай қашықтыққа қозғалтатынын қарайық. Әуелі қазір менде биіктігім, міне мынандай ғана биіктікте алып тұрмын, содан құлатып көрейін. Міне балалар бар болғаны өте аз жылдамдықпен қозғалысқа түсірді. Енді келесі тәжірибеде мен мына көлбеудің биіктігін өзгертіп көрейін. Яғни биігіріктен дома қозғалтайын білеушені, сол кезде қозғалысты қарайық. Өте үлкен қашықтыққа ауытқыды. Бұдан қандай қорытындыға келеміз? Өзіміз көріп отырғанымыздай, тақтадағы формулада біздер биіктікті аз биіктікпен құлатқан кезде оның жұмыс істеу қабілеті аз болды, яғни шарға аз жылдамдық берді. Ал егерде биік қашықтықтан, яғни биіктен төмен қарай құлайтын болса, онда ол оны алыс қашықтыққа құлатты, яғни үлкен жылдамдықпен қозғалтырды, яғни жұмыс істеу қабілеті жоғары болды. Яғни айтып отырғанымыздай потенциалдық энергия биіктікке тура пропорционал екен. Енді мына бір суретке қарайық. Сонымен біздің денеде потенциалдық энергия болу үшін ол қандай да бір h биіктікте орналасу керек екен. Осы h биіктікте тұрған кезде әр уақытта денеде ең үлкен потенциалдық энергия болады. Ал енді осы дене h биіктіктен төменге қарай құлаған кезде
оның жерге түскен мезетте потенциалдық энергиясы нөлге тең болып кетеді, себебі биіктік нөлге тең. Бірақ бұл әрине біздің айтып отырғанымыз қай жермен салыстыруға байланысты. Міне мына жағдайда жермен салыстырғанда потенциалдық энергиясы нөлге тең болды. Ал бірақ потенциалдық энергия бұл денелердің орналасуына байланысты болғандықтан, әр қай жерден қараймыз, соған байланысты өзгеруі мүмкін, яғни салыстырмалы. Потенциалдық энергияның тағы бір түрі бұл деформацияланған дененің потенциалдық энергиясы. Деформация деп отырғанымыз дененің пішінін өлшемін өзгерту еді, естеріңізде болса. Ендеше сол деформацияланған дене, яғни біздің оны білетін жақсы мынау пружинамыз, бұл бізде әр уақытта потенциалдық энергияға ие болады екен. Оның потенциалдық энергия ие болатынына қарапайым мына бір мысалды қарай. Міне мынау серіппенің үстіне біз қандай да бір денені қазір қоямыз. Денені қойған кезде ол жиырылды. Қазір жиырылады да, яғни бұл жерде серпімдік күші пайда болды, ендеше серпімдік күші жұмыс жасайды. Нәтижесінде осы денені ол жоғары қарай лақтырып жібереді. Яғни бұл жерде серіппе жұмыс жасады, яғни жұмыс жасау қабілетке ие болды. Яғни бұл денеде потенциалдық энергиясы бар деп атаймыз. Ендеше деформацияланған дененің потенциалдық энергиясының формуласы Е потенциалдық тең болады kx квадрат бөлінген 2. Бұндағы К деп отырғанымыз өзіміз бұрыннан білетін қатаңдылық, ал X немесе дельта L бұл біздерде ығысу немесе деформация шамасы деп айтқан болатынбыз. Мынадай бір мысалды біз күнделікті техникада осы серіппенің потенциалдық энергиясын қолданылу көрсетілген. Сонымен бірге серіппенің потенциалдық энергиясын біз садақпен жебені атқан кезде де осы жіптің потенциалдық энергиясын пайдаланады екенбіз. Міне балалар, бүгін біз сонымен механикалық энергияның қайдан пайда болатындығын және оның қандай түрлері бар екендігін түсіндік. Біздерде механикалық энергияның екі түрі бар екен, ол кинетикалық және потенциалдық, ал потенциалдық энергияның өзі деформацияланған дененің потенциалдық энергиясы және қандай да бір биіктіктен қозғалған дененің потенциалдық энергиясы болатындығын білдік. Енді осы бүгінгі алған білімдеріңізге сүйене отырып, мен сіздерге мына тапсырмаларды орындауға ұсынамын. Бірінші тапсырма: үстел үстінде кітап жатыр. Оның үстел үстімен салыстырғанда және еденмен салыстырғанда потенциалдық энергиялары қандай болады? Осыған өз ойларыңызды айтсаңыздар. Ары қарата, денеде бір мезгілде кинетикалықта, потенциалдықта энергия болуы мүмкін бе? Болса, мысал келтірсеңіздер. Келесі сұрақ: дененің кинетикалық энергиясын 4 есе арттырса, жылдамдығы қалай өзгереді? Яғни, кинетикалық энергияның формуласына сүйене отырып жауап беруге болады деп ойлаймын. Және соңғы сұрақ, бұл біздің алдыңғы білімімізге байланысты бұрыннан өткен масса тығыздық тақырыптарын еске түсіре отырып, мына бір сұраққа жауап берсеңіздер. Бірдей биіктікте тұрған қорғасыннан жасалған және алюминийден жасалған көлемдері бірдей шарлардың қайсысының потенциалдық энергиясы көп болады? Бұны формула түрінде дәлелдесеңіздер. Балалар, сонымен бүгінгі біздің тақырыбымыз аяқталды. Сау болыңыздар.